қатысы бар. Оны кейін біз арасында байланысын және түсіндіріп кетеміз. Енді екінші тақырыпқа көшейік. Соңғы кезде қатты бір аты шулы тақырыптардың біреусі болып жүрген жихад тақырыбы. Жихад дегенде біреу сол сөзді біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Біреу үшін жихад деген лаңкестік, соғыс, біреу үшін жихад дегеніміз тағы да басқа ұғымдар, бірақ оның шариғаттағы шын мәнісін, оның соны терең зерттеп, тамыры қайда барады, жапырағы қайда жаяды деген нәрселерді зерттеп жатқан адамдар шамалы болғандықтан, осы тақырыпта көптеген бір қате пікірлер туындап, ол қате пікірлердің арты қате істерге алып келіп, қате істердің арты Аллахтың дінінің адамдар арасында жайылуына үлкен кедергілер туғызып жатыр. Сол үшін біз осындай қате ұғымға түсіп кетіп, Аллахтың дінін жайылуына кедергі жасап қалудан болып қалмайық. Шейх мысалға Фаузан өз сөзінде келтіреді. Яғни жихад сөзіне байланысты исламда бар жихад деген сөз. Ол литакуна калиматуллахи ал-улия. Аллахтың діні, Аллахтың сөзі, ол жаңағыдай үстем болу үшін, Аллахтың діні орындау үшін жасалатын нәрсе. Ол деген бір лаңкестік, қан төгу, бүлік үшін жасалатын нәрсе емес еді. Ол Шейх Фаузан өз сөзінде айтады, жихад дегеніміз не дейді? Ол хуа харбу ислахин дейді. Ол дүзеу үшін керек дейді. Дүзеу үшін құрылатын күресті біз жихад деп атаймыз дейді. Валайса бихарби ифсадин ау тадмирин. Жихад дегеніміз бүлік орнату, болмаса қырып жою, талқандау үшін жасалатын нәрсені жихад деп есептемейміз дейді. Сол үшін осыған қарап отырып баға берейік. Қай жерде не болып жатыр? Жихад болған жерде бейбітшілік орнап жатыр ма? Жоқ, бүлік белең алып жатыр ма? Осыған қарап отырып жихадтың мағынасын білсек болады. Сол үшін ислам діні ол мейірімділіктің үстіне құрылған дін. Міне осы сөздерге қарайтын болсақ, Шейх Фаузанның жаңағы ол дегеніміз не? Бейбітшілік түзеу үшін, жақсылықты орнату үшін жасалатын күрес екен. Ал енді қазір біз жихад деп есептеп жатқан жерде, мысалға анығырақ айтатын болатын болсақ, Шешенстанда тура осы бір бейбітшілік, болмаса діннің тарауы үшін, адамдардың еркін құлшылық жасау үшін, мешіттердің құрылысын көтеру үшін оның бір көмегі тиіп жатыр ма? Жоқ, керісінше жасыратын жоқ, кей кезде қанның төгілуі, адам баласының бір зорлыққа ұшырауы, соғылған мешіттердің қайта керісінше құлауы, дін дағуатының тоқтауы, соның салдарынан адам балаларының Аллахтың хақ діні, адамзат баласын бақытты қылу үшін келген ислам діні туралы нашар ойларға, жаман ойларға түсуіне себеп болып жатқанын біз көріп жатырмыз. Міне осы тұстарда бұған өте бір дәлдікпенен, нәзіктікпенен келу керек. Ол деген көп жерде бір жастардың арасында жиі кездесетін нәрсе. Бұны біз байқаймыз, және баса айтып кетейін. Жастар арасында кішкене мына бір батырлық деген сияқты, сонда бір өжеттілік деген нәрселерге құмарту, бір нәрсеге соқыр ілесе салу, бір эмоциональный бір фильмді көрген кезде, ой, бір жерде атылып жатыр екен, бірдеңе жарылып жатыр екен, жүзден өліп қапты, өлтіріп тастапты, қырыпты, қорқытыпты, зәрешіпті деген нәрсеге сондай беріліп, ар жағына аят хадиске де көңіл бұрмастан, соған беріліп, тесіле қарап, соның әсерімен ойламастан кетіп қалады да, шынымен де өзінің жеке басының батырлығын, болмаса жүрекке кірген рияны, яки болмаса және де басқа да бір сондай бір дөрекіліктерді қате ұғымдарға түсініп кетуіне байланысты қате жолдарға түсіп жаңағы басқаларға зиян келтіреді. Осы жерде және бір нәрсені баса айтып кетейік. Кей кезде міне кейбір жастар міне осындай қате пікір, ана жақта таудың басында жихад болып жатыр екен деп, сол жаққа кеткен кезде бір нәрсеге көңіл бұрсыншы. Мейлі сол ойға түсті, сол нанды ұстай бастады, кейін мынандай пікірде болып қалатындар болады екен. Біз жастармен кездесіп жүрген кезде байқайтынымыз, енді мен осы ойды ұстадым, артқа шегінсем, аналар мен сатқым деп айтады. Мен оларында еркек болмай қалам. Деген уже ар жағында нәпсінің үлесіне, шариғат Аллахтың алдында жағдайым не болады емес, аналар менен сатып кетті-ау, ортада сатқын деп есептейтін болды-ау деген мәселеменен ары қарай сол баяғы әлі де болса исламға дейін бірна болушы еді, бір топтар бөлініп, бір жерде бригада дейді, бір жерде группа дейді, қылмыс топтар өз арасында бір серттерді, жалған сертті бекітіп алып, сол сертті бұзсаң сатқын есептейтін сияқты, сондай жалған нанбарға кіріп алғаннан кейін сол сертті бұзғандай күйге түсіп кетіп, мен бір олардың да айыпты болып қалдым ба деп сол ойдан қайтпай жүретіндер болады. Жоқ, Аллахтың діні үлкен аманат. Сен мұсылмансың ба, сенің артында дін тұр. Сен мұсылмансың ба, сенің артында ислам тұр. Сол үшін сенің әрбір сөзің, сенің әрбір ісің сені ертең басқа адамдарға шынымен ислам туралы дұрыс ойға, исламға деген бір мейірімге алып келуге тиісті. Сенің істеп жатқан әрбір сөзің менен, әрбір ісің адамдардың бойына түршігу, үрку, қорқу деген нәрсе алып келетін болса, сен керісінше ислам дағуатшылары емес, исламнан қашырушылардың қатарында болып қалады екенбіз.
Сондан осындай бір қате ұғымдардан түскен өте сақ болайық. Сол үшін бұл жерде жаңағы ал енді Қазақстанның жеріне керекші. Қазақстанның жеріне келген кезде мына нәрселерді байқауға тиістіміз. Кеше ғана біз егеменді алдық. Дінге еркіндік беріле бастады. Сол заманда өмір сүрген көбіміз бар. Мүмкін жастар білмеген шығар. Бірақ жас үлкен осырда көріп отырған, білетіндер, олар нақты біледі. Бір уақыттарда мешіттер өте сан аз етін. Ол мешіттер ешкім намаз оқымаған. Тіпті біз нақты аты жөні айта алатын кейбір жағдайда айтып бере аламыз. Меркі қаласында ескі мешіт болған. Ол жерде бірнеше кісілер сабақ берілген, медресесі болған. Сол мешітте азын-аулақ қариялар намаз оққан. Бір күні имам кісі мешітіміз ескіріп қапты, мынаны бір әктейтін жерін әктеп, сырлайтын жерін сырлап, өзіміз алдына бір жинап Аллахтың үйін түзейікші, сауап қой деген сөз айтқан кезде бір шал кісі арасында тұрып айтқан екен: енді кімге керек? Біз соңғы оқитындар шығармыз. Оны әуре болып әктеп не қыламыз деген сондай бір үміт үзілген сезімге дейін барып тұрған кезде бір уақытта үлкен мешіттер соғылып, сол соғылған мешіттің ішіне адамдар сыймай, мешіттің ішіндегі адам саны сырттағы адамдар саны қаптап, сәждеге тұрып, құлшылықтар жасалып, имамдар мінберлердің үстінде Алланың сөзін айтып, бір Аллахқа сену керектігін, палшыға барудың дұрыс еместігін жария айтып атқан кездерде енді бізге не керек болып тұр енді? Аллахтың бізге сұрағанымыз осы еді ғой. Сұрағанымызды берген кезде енді бұл не сасқандық болып қалады екен. Сол үшін мына Қазақстанның жерінде мешіттің соғылып жатыр ма? Соғылып жатыр. Кітабың шығарып жатыр ма? Шығып жатыр. Құраның қазақтың тілінде ма? Жоқ әлде орыстың тілінде ма? Аударылып жатыр ма? Аударылып жатыр. Имамдар айтатын уағызын айтып жатыр ма? Айтып жатыр. Жақсылыққа шақырып жатыр ма? Шақырып жатыр. Сондықтан біздің қоғамда болып жатқан үлкен бір нәрселер бар. Біз жоғарыда айтып кеттік, ең маңызды нәрсе таухидке шақыру, ең ауыр күнә ширк дедік. Қазақстанның жерінде әлбір кейбір ширктің белесте тұрған кезде сол ширктен арашалайын, ширктен тазартайын, таухидке шақырайын деген үлкен міндет тұрған кезінде бір уақытта сен келесің да кейінгі бір іспен араласам деп маңызды істерге зиян тигізесің. Және де бір нәрсені өте біліңіздерші бауырлар. Мұсылман өзі бір намыс таба алып, эгоист болып кетуден өте сақ болсын. Мұсылман деген жеке басының ғана қамын ойлайтын адам емес. Сен жәннатқа кіргің келіп тұрса да өзгеге пайдаң тиюге тиіссің. Қазір шындап келгенде ислам үшін өлуден, ислам үшін өмір сүру қиын болып тұрған естен шығармайық бауырлар. Сен тірі болуға тырыс. Сен сол тірлігіменен өзің құлшылығыңды көрсет. Сен өзің мінезіңді көрсет. Сен ақиқат сөзіңді көрсет. Өзіңнің жаңағы жақсылығыңды көрсет. Сенен басқалар жақсылық тарасын. Хайруннас анфауннас. Адамдардың жақсылығы басқаларға пайдалы болған дейді. Бұл тек мұсылман айтылған жоқ, басқаларға пайдалы болған деп отыр. Ондай болатын болса, сен осы нәрсені білуге тиіссің. Сен эгоисттікке түсіп жүрме. Бұл эгоисттік мұсылманға тән нәрсе емес. Жеке басын қамын ойлап, өзге күл болмаса пұл болсын, не болса о болсын деп жеке басқа кетіп қама. Сен әрбір шешім қабылдап жатқан кезде, біріншіден ол жақта отқан жихад дұрыс болмайтын болса, егер сен сол жақ кеткен екен, оның салдары одан да орасан үлкен апаттар әкеліп жатқан жоқ па еді? Сен ояқ кеткеннен кейін Қазақстанда терроризм бар, экстремизм бар деген ой туындап жатыр. Қазақстанның бейбітшілігіне зиян келетін болып тұр. Үшіншіден, дағуатқа кедергі туындайтын болып тұр. Одан кейін онсыз да исламдың былай тарағанын ұнатпай тұрған қазақтарға ислам тарап кетпесе екен, үйтпесе екен, қазақта қалай буддист қалам, қалай кришнит қалам, қалай егавист қалам, қалай баптист қалам деп жүргендерге таппай жүрген кезде, сол сыныққа сылтау болып сен осы істі көрсеткен кезде, олар бір жоғына тапқандай мәз қыласын. Сен кеткеннен кейін сенің артынан туған зардапқа мұсылман мүләйімсіп, дағуатшы уағыз айта алмай, имамдар уайымдап, елдің тыныштығы бұзылып, әке шеше жылап қалады да құр жеке басқа кетіп қалмайық. Жаңа айттық, эгоисттік, жеке басын қамын ойлап, мен өлем бітті, жәннатқа кірем деген жоқ. Жәннатқа кірудің жолы бар. Жәннатқа кірудің өзінің құлшылығы бар. Кезген нәрсені істеп алып, оңай құтылып кетуге болмайды. Ол жәннат қиыншылықпен қоршалған. Жаңағы осы нәрселерді біз ескеруіміз керек. Оңай жәннатқа бара саламын деген ойға түсіп кетпейік. Және де біз Құран аятына көретін болсақ, пайғамбарларымыз болсын бізге үлгі болған. Сахабалар болсын, олар жеке басының мүддесінен көпшіліктің мүддесін әрқашан жоғары қойған. Нақты дәлелдерге келетін болсақ, Аллах Тағала Кехф сүресінде әр мұсылман жұма сайын оқуға тиісті болғанда оққаны сүннет болған Кехф сүресінде не деп келеді? Аллах Тағала Мұса пайғамбар мен Қыдыр пайғамбардың екеуінің оқиғасын келтіреді. Екеуі, Мұса пайғамбар айтты, саған ерсем бола ма деді, Қыдыр пайғамбар сендегі ілімді үйрену үшін деді. Иә деді. Екеуі ерді.
ергеннен кейін бірінші кемеге мінді, фанталақа хатта изракеба фил жаңағы олар барды, жаңағы олар екеуі бірге кетті дейді. Сөйтіп олар бір кемеге